Сәлем достар, сіздермен Қазақша Америка. Бүгін тағы да көптеген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Ең басты сұрақ, ер азаматтардың көбісі сұрақ қойған. Америкада қалай машина алуға болады, праваны қай жерден алады, қалай алуға болады, өзіміздің қазақстандық правамен жүруге болады ма деген сияқты, және де машина алу үшін қанша қаражат, машина қанша ақшадан басталады, қанша теңгеден басталады, соның барлығына қазір жолдасым жауап беретін болады. Ассалаумағалейкум достар. Праваны айтайын. Права, сіз қазақстандық правамен егер турвизамен келсеңіз 6 ай жүре аласыз бұл жерде. 6 айдан бір күн асса уже сізге права алуға тура келеді. Права алу өте оңай, сұрақтарына дайындаласыз. Бұл жерде сәл біздікінен басқаша, бізде ГАИ болса, бұл жақта DMV деп аталады. Сондай орталық. Сол жерге барып, құжаттарыңызды апарасыз. Және үйде тұрып жатырмын, бір пәлен мекен жайда деген сияқты анықтайтын справка. Комуслуга Ол қандай справка? Үй өзім атыма алынған, квитанциялар өзіңіз егесі болып төлеп жатсыз. Газ, свет, су деген сияқты сіздің атыңызға келіп тұрса, сол әрбір комуслуга, коммуналдық услугалар төлемдер келіп тұрса, соны апарасыз, растайтын, мекен жайды растайтын. Ол жерде мекен жайыңыз көрсетіліп тұрады, пәлен адрес деп. Соны растайтын қағаз. Қандай еді? Медосмотр. Медосмотр өту керек. $60. $60 өтесіз. Ол басқа жақта өтеді, оны медицинский центрлар бар. $60 беріп, сізді тез арада өткізіп береді. Кейбіреулер қарамайды да. Ақшаңыз төлесеңіз өткізіп береді. Сол, осы құжаттарды алып барасыз, апарғаннан кейін сізге очередке қояды, табло жанады. Табло жанғаныңыз біздікіндей соның ретінде ғой. Жанған кезде номеріңіз бойынша сіз жақындайсыз, құжаттарыңыз тексеріп алады да, сізді компьютерға қарай бағыттайды. Компьютерде орыс тілінде, ағылшын тілінде, әртүрлі тілдер бар. Енді бізге ең жақын қазақ тілі жоқ, орыс тілін таңдайсыз да, орыс тілінде жауап бересіз. Жауап берместен бұрын алдын ала DMV-ға бармастан алдын дайындалсаңыз болады. Қосымшасы бар, приложениясы. Қандай сұрақтар келеді? Сол сұрақтардың барлығын. Қанша сұрақ? Жалпы 18 сұрақ келеді. 15-не тура жауап беру керек. Үшеуіне қателесуге болады. Жоқ, жалпы қанша сұраққа дайындалу керек? Жалпы 220. 220, 220 сұрақты тез жаттап алуға болады. Көбісін біз білеміз. Соны оқып шығып. Бұл жақтағы енді сұрақтарға келсек, негізі қандай сұрақтар көбісі? Андай сұрақтар әртүрлі, енді қанша километр час жүру керек, бұл жақта мильмен ғой, мильмен есептеледі. Километр емес, бұл жақта миль час қой. Сол бойынша сұрақтар, жол ережелері, мысалға стоп деген, көп жерлерде светофор жоқ, стоп деген не тұрады? Белгілер тұрады. Сөзді бөле кетсем, Қазақстанмен салыстырғанда мұнаяқтың мысалы сұрақтары негізі оңайырақ, иә? Барлығын былай ойлансақ. Бізде қиынырақ қой, барлық жағынан. Кітап бойынша. Жеті қадағалап, экзаменді толық алады ғой енді. Бұл жақта енді жеңіл ол жағынан. Тек қана алдыңызға қойылған 18 сұрақ. Сол 18 сұрақтың 15-іне жауап берсеңіз болды. Ол сұрақтардың негізі өзі де мен де тапсырғам. Негізі логикалық сұрақтар. Логикалық сұрақтар, Мынандай жағдайда не істейтін едің, мынандай жағдайда не істейтін едің деген сияқты. Сондықтан 220 сұрақ ойбай деп неғымаңыздар. Өте оңай. Просто 220 деп айтып отқан себебіміз, 220 сұрақ жалпы сұрақтың не саны, соның ішінде 18 келу керек. Ол келеді. Сол 18-дің қайсысы келетінін білмейсіз 220-ны. Сондықтан 220-ға да дайындалған дұрыс болады. Сөйтіп тапсырасыз. Жаңда айттым, 18-ден 15-не дұрыс жауап беру керек. Үшеуі қателессеңіз болады. Ондай жағдайда сіз өткен болып саналасыз. Қолыңызға жазып қағаз береді. Сіз теориялық тест тапсырдыңыз деп. Одан кейін сол қағаздың ішінде очередке қоятын аппоинтмент дейді, яғни уже вождениеға қоясыз. Жүріп тапсыруға, яғни. Оны звондайсыз, және ішінде номер указать етіліп тұрады, көрсетіліп, сол номерге звондайсыз, мен осындай теорияны тапсырдым, мен практика тапсырайын деп едім деген сияқты.
сөйтіп сізге датасын уақытын бәрін айтады. Сол күні барасыз, барғанда сіз танысыңыздың машинасымен бару керек. Ол машина сол танысыңыздың атында болу керек, құжаттардың бәрі толық болу керек, машина исправный жағдайда болу керек, жаңағы тормоз, свет, аварийка, оны қалай тексереді сол жағынан? Иә, ол жағын исправный болу керек деп жатқан себебім, бұл жақта өзінің атындағы машина болу керек. Яғни сіз досыңызды алып барасыз, досыңыздың атында полный құжатты тексереді. Яғни соның атында ма, страховкасы бар ма, техосмотр өткен ба, техобслуживание, машина фара аварийный, жаңағы дворниктарыңыз, жаңағы терезе сүрткіш, барлық нәрселерді тексереді. Сол жағдайдан кейін барып, егер бәрі орында болса, бәрі зың болса, содан кейін рөлге отыру керек. Сол жағдайдан кейін барып, жаңыңызда досыңыз түсіп қалады да, сіз барып отырасыз. Сөйтіп сізге айтады, мына жерде ең бірінші практика параллельный парковка дейді, яғни артпен беріп. Ең бірінші ананы мынаны басты дегендер ағылшынша. Ең бірінші жаңағыдегі ағылшынша кішкене түсініп білу керек. Аварийка, тормоз, фара, дальний свет, ближний свет деген сияқтылардың бәрін ағылшынша сұрақ қояды. Сіз жаныңызда тұрады, қосып тұрасыз. Брекке қой дейді, жаңағыдай ручникке. Сондайлардың бәрін істеп көрсетесіз. Содан кейінгі кезектегі нәрсе параллельный парковка дейді. Яғни екі машина тұрады, соның ортасына сіз қоюыңыз керек артпен. Қасыңызға инструктор отырады? Қасыңызда инструктор отырады. Ол ештеңке деп сізге подсказка бермейді. Сіз бәрін просто айтылған бойынша істеу керек. Кішкене ана артқа берген кезде артқа бүйтіп айнадан қарау керек деген сияқты. Сондай. Соны егер қойсаңыз, сосын уже ары қарай сізді вождение алып кетеді. Өзінің жүретін жолдары бар, стоп знактары бар, светофорлар бар. Сізді қалай өз-өзін ұстайды деген сияқты сізді байқайды. Соның бәрін тапсырып келсеңіз, өзінің жылдамдығы бар, айтпақшы 15 миль частан аспау керек, и төмен болмау керек. Сол 15-те ұстап айдап отыру керек. Өзінің кішкене шағын жері бар, 5 минутта айналып келесіз. Шлейх ондай қатты қинамайды енді. Өзіңіз главное бәрін дұрыс істесеңіз болды. Стоптарға тоқтап, өзінің положенный 3-4 секундын тоқтап, сөйтіп жүріп, өзінің заңы бойынша айдау керек. Асықпай, жан-жағыңызға қарап, мұқият айдасаңыз болғаны. Сонда праваға негізі жалпы қанша ақша кетеді? Праваға бізге госпошлина дейді ғой енді. Госпошлина төлеген кезде $28 алды. Болды, бар болғансы. Одан кейін бағанағы медициналық. Медициналық қағаз бар. Құжат ол $60, $88 мен бітеді ғой. Бұл жақта праваны сатып алу деген мүлде жоқ. Мүлде жоқ, ондай парамен шешуге, келісуге деген сияқты ондай нәрсе мүлде жоқ. Мен келіншегім де алды, өзім де алдым праваны. Біраз уақыт болып қалды. Жалпы оңай права алу. Одан кейін әр штаттың өзінің правасы бар. Әр штаттың өзінің правасы бар. 50 ма, 53 па штат бар ғой бұл жақта. Әр қайсының өзінің правасы бар, түрлері де, заңдары да барлығы айырмашылық өзгешеленеді бір-бірінен. Бір жерде мысалға басқаша болса, бір жерде басқаша болуы мүмкін деген сияқты. Мысалға мен Нью-Йоркқа да барып көргем, тапсырмақшы болып. Бірақ ол кезде құжаттары толық болмады да, бізде тапсыра алмай кеткенбіз. Нью-Йоркта мүлде басқаша. Яғни жаңағыдай құжат берулердің бәрі бірдей. Не айырмашылық болды ол жерде? Нью-Йоркта қазір есімде жоқ, бір айырмашылық болды әйтеуір. Сол сіз бірден 5 жылға беріле ма или? Нью-Йорк айтпақшы бірден 5 жылға беріледі, мынау қазір біз Пенсильванияда 1 жылға берді. Яғни 1 жыл уақыт өткеннен кейін біз барып соны қайтып барамыз. Тапсырмайсыз, просто 5-10 минут уақытыңыз кетеді. Жаңасын шығарып береді сізге сонымен. Келесі срок уже 5 жылға беріледі. Енді бірінші праваны алатын кезде уақыт негізі бізде ұзақ, бірінші теория тапсырамыз, теориядан кейін 2 апта, 3 апта күтесіз вождениені тапсыруға деген сияқты. Ал тағы да бір штат бар Америкада, бір күнде алып кететін. Жаңа Нью-Йорк айтпақшы, кстати, Нью-Йорктың айырмашылығы сол. Бір күнде бәрін бітіресіз, бір күнде алып кетесіз. Одан кейін Вашингтонда бар дейді, штат Вашингтон, Сиэтл қаласында бар. И Флоридада бар дейді, Майамида. Осы үшеуінде бар, бір күнде бітетін. Басқа штаттардың барлығында примерно бір-біріне ұқсай береді. Права жайлы толық түсіндіріп барлығын айттық деп ойлаймын. Енді келесі сұрақ,
машинаны қалай алдыңыз? Машинаны Машина. алу үшін не керек? Машина алу өте оңай. Бізде Қазақстанда колесо KZ болса, бұл жерде Facebook өздеріңіз білетіндей, бұяқта Instagram, TikTok, тағы да басқа нелерді пайдаланбайды, тек Facebook'ты жақсы қолданады, Twitter екеуін. Facebook'та қосымшасы бар, Marketplace деген, сол жерде автотранспорты деген бөлімшені басасыз. Сол жерде өзіңіз іздеген марканы жазып, жылын бәрін жазып, сөйтіп тересіз. Сонда машиналардың сізде негізі жалпы машинаның отаны деп айтайықшы былай. Ең көп выбор көп жер осы Америка. Неге десеңіз, Грузияға да, Арабияға да барып атқан, біздің Қазақстан тасып атқан машинаның бәрі осы Америкадан барады. Машинаның өте көп выборда десем болады осы жерде. Содан кіресіз. Енді сіздерге сәл бір кеңес, енді ол көп айтып айтпас. Бізде СНГ-ның адамдарынан алмаған дұрыс машинаны. Себебі біздікілер енді сәл көп қосады үстінен. Атын қарайсыз, сатып тұрған владельцінің атын қарайсыз, иесінің атын. Егер бір американский ат болса, жаңа Николас, тағы да Дэвид, Кевин деген сияқты бір ағылшынша аттар болса, сондайларға жазған дұрыс. Сөйтіп жазасыз. Жазғанда не деп жазасыз? Машина ұнады. Осы машина $6000 сұрап тұр екенсіз, менің қолымда бар, 3,5 мың бересіз ба десеңіз, американдықтар көп жағдайда береді. Олар ондай көп саудаласпайды, көп сізбен уақытын құртпайды, көп жағдайда береді. Мен өзім машинаны сөйтіп алғам, $6000 сұраған машинаны $2300 алдым. Енді кішкене ремонты болды, 4000-ға айналды. Бірақ дегенмен де өте тиімді болды. Біздің СНГ-лықтардан алатын болсаңыз, өте бағаны қатты қосады үстіне. Сол машина өте оңай. На выбор дейді ғой. Өте көп. Қандай алғыңыз келеді? Шамамен 5000-нан жоғары, 5000, 6000, 7000 болса, $8000 енді тиісінше жақсы болып кете береді. Ары қарай 4000-нан бастап машина ала бастайсыз. 4000, 5000, 6000. Ең тиімді машина қандай бұяқта? Енді біз сияқты өйстіп жаңадан келген, аяққа енді тік тұрып атқан, тай басып, тиімдірегін іздейміз ғой. Енді біз көп жағдайда бұяқта тиімді, қалтаға кішкене ұрмайтын Toyota Prius деген машина, гибрид, яғни жартылай ауа батарейкамен жұмыс істейді, жартылай бензин. Өте қалтаға тиімді Toyota Prius деген машина. Өте жақсы, жүргенге де, жүріске де. Машина алу үшін қандай құжаттар керек? Машина алу үшін, машинаны енді сіз бірінші келсеңіз, айтайын. Ең бірінші болып келсеңіз, машинаны өзіңіз атыңызға аудара алмайсыз. Сіздің бір танысыңыздың атына аударған дұрыс. Себебі неге? Осы жердің жергілікті правасы болмаған адамға машинаны атына қоймайды. Сіз міне кеше келдіңіз, бүгін машина алдыңыз, сіздің атыңызға қоймайды. Сіз права алғаннан кейін барып, сіздің атыңызға тіркеуге болады. Сіз жауапты боласыз. Оға дейін танысыңыздың атында тұра берсе болады. Мысалға менің машинам қазір өзім атында емес, танысымыздың атында. Деген бәрі уақыт өте келе права алсам да өзім атыма аударған жоқпын. Енді срогы бар, регистрация дейді әр 1 жыл сайын. Ендігі жылы құдай қаласа өзім атыма аударып аламын. Солай. Машина жайлы барлық сұрақтарыңызға жауап бердік деп ойлаймыз. Праваны қалай аласыздар, машинаны қалай аласыздар. Енді жол жүру ережелері көп адамға қызық. Америкада жүріп, қалай машина айдап жүрсің деп қазақстандықтардың таң қалады. Таң қалған, сен мықтысың, сен күштісің, сен Америкада машина айдап. Расында енді әлемде қиын жоқ, бірақ өзің бұрын жүріп көрмеген жол болғаннан кейін көп бұрада жол өте мықты дамыған жол. Бір жерге бару үшін 5-6, 4-5, 10 шақты жолы бар, әртүрлі жолмен баруға болады. Яғни трасса, магистралдар үлкен, съездер, магистралдардың аттарын бәрі санмен белгіленеді. Жаңағыдей 95, 76 әртүрлі мысалы сандар сондай деп аталады. Оларды білу керек, қай съезден түсіп, қайсысынан бару керек деген сияқты. Басында бастапқы әдеп кезде өте қатты адастық енді. Сол жолды үйрену негізі қанша уақыт кетеді? Енді сіз тынымсыз машинамен байланысты болса, жұмысыңыз постоянно жолда жүретін болсаңыз,
Шамамен бір айда сіз көп нәрсені полный жаттамайсыз енді. Бір айда уже біраз нәрсені біліп аласыз, жолдарын. Примерно білесіз, түсінесіз. Басында біз көп қателестік. Неге десеңіз, былай поверните направо дейді, Google Maps дейді. Сол бойынша жұмыс істейміз енді. Оңға бұрылып қалсаң, алдына 5-6 көше шығады, қайсыны түсерін білмейсің. Үлкен магистрал, жан-жағың бәрі машина, орада тез шешім қабылдау керек. Біреуіне түсіп кетсең, бітті, адастың. Ол қайтып сол айналып келем дегенше шамамен 1 сағат уақытыңызды жоғалтасыз. Пробка бар, движение бар, әртүрлі. Көлік өте көп. Сол басында сәл-сәл қиын. Жолдары односторонний. Көп жол односторонний бұл жақта. Бір бағытта жүреді. Енді тағы бір сұрақ. Вообще мүлде машина айдай алмайтын адамға машина айдап үйрену ең оңай жер ма? Оңай жер, себебі көп деген қыз балаларын білем біз. Қыз балалары көп деген өмірі Қазақстанда руль деген машинаның не екенін білмейтін, рульге бірінші рет отырып, осы сияқты айдап, үйреніп, өте жақсы айдап кеткен адамдарды білем. Нағыз үйренетін жер, себебі неге? Жолдары кең, жаңа односторонний деп отырмын ғой. Одностороннийдің бір жақсы қасиеті сол, сізге ешкім встречный машина шықпайды. Қарама-қарсы бағытта ешкім кедергі келтірмейді. Заңын сақтап жүрсеңіз, жаңағыдей стоп полосы деген сияқты, стоп деген знактар бар, светофор бар. Барлығын өзіңіз дұрыс істесеңіз, өте үйренуге өте қолайлы жер. Қыз баласы болсын, ер адам болсын, тез үйреніп кететін жер деп ойлаймын. Сосын бұл жерде бір жаңадан үйренгеннен кейін сіз өте жай айдайсыз ғой. Бұл жақта төзіммен қарайды, артыңыздағы машина ешқандай сигнал басып, мазасызданып, сізге біздікіндей бір боқтап, айқайлап кету деген жоқ. Ал тұрсаңыз, бір белгісіз себеппен бір тұрсаңыз, артыңыздағылар тұра береді. Жарты сағат болсын, 40 минут болсын, әйтеуір тұра береді. Сигнал баспайды. Сигнал баспайды. Сол жағы мәдениеті өте жақсы. Өзімізде енді алдыңызда мусор таситын машина болса, оны да күтіп, сағаттап тұра береді. Енді айтып отырмын, жаңа односторонний басқа бұрылып кете алмайсыз. Көшелер, тар көшелер болып қалады. Алдыңызда мусоровоз тұрады. Мусоровоз ол барлық үйде мусорларын алып аударып, сол бүкіл сол көшені бітірмейінше сіз артында тұра бересіз. Ешкім ешқандай бір ештеңке айтпайды, ешқандай сигнал баспайды. Жаңағыдай не дейді, ашу кеп, боқтап, қашан жүресің деген сияқты. Бәрі сабырлы, сондай шыдамдылықпен тұра береді. Сол жағы қатты таңғаламын. Именно жолда жүру мәдениеті өте мықты бұл жерде. Енді бұл жақтағы камералар, штрафтар жайлы. Камера айтарлықтай өте көп емес, белгілі бір кейбір жерлерінде ғана бар. Оны сізге жаңа сергек жоқ десеңізші бас. Бізде ең бастысы сергек жоқ. Өзінің көрсетілген скорость дейді ғой, жылдамдығымен жүрсеңіз болды. Біз нарушать етпей, көп жерде жоқ. Мен енді қазір былай 6 ай болды ғой келгенімізге. Қай жерде қандай камера бар, фотоаппарат бар екенін уже жылдамдықты түсіріп алатын көшелердің бәрін біліп алдық, адрестерін. Енді ол жерлерден жай жүруге тырысамыз, себебі түсіп қалмайық деген сияқты. Жалпы бұл жерде стоп полоса, жаңағыдай түсіретін әрбір не дейді, перекресток дейді ғой, перекресткта бір камера, фотоаппарат дегендер өте мүлде аз. Стоп полоса басып тұрсыз ба, или двойной сплошной полоса басып бұрылып кеттіңіз ба, ондайға штраф жоқ. Кейде болады, енді біз постоянно машинамен жүрген кезде двойной сплошнойды бұрылып кетеміз, прям алдымызда милиция тұрады. Үндемейді, енді ол жағы өте жақсы. Полиция көп жағдайда түсінеді. Ұстаған жағдайдың өзінде сіз осындай деп мысалы нарушать еттіңіз десе, мен байқамай қалдым деген сияқты. Бір кездері болған менде осындай. Односторонний көшеге мен картам түс деп көрсетіп тұр. Сөйтсем, ол односторонний екен. Бірақ знак еш жерде жазылмаған. Карта маған сол жаққа қарай түс деп тұр. Кіріп кеткенім қарасам, кірген бетте алдында милиция тұр. Маған бүйтіп қарайды, бұл неғып қарап жатыр екен деген сияқты. Мен де басын шығарып едім. Бұл жер one way ғой дейді. Түсікпен қарайды. One way дейді. Мен айтам, мен білмей қалдым, мен картам осылай көрсетіп тұр деп едім. Кешіріңіз деп едім, енді не алмайды деп едім. Болды деді, басын шайқады, ары қарай жүрді кетті. Біздікіндей burada ақшаңды әйтеуір соңғы тиының болса да сыпырып алады. Ондай нәрсе жоқ, бұл жақта параға вообще жоқ, түсіністікпен қарайды барлық нәрсені. Енді бір өрескел бір аварийный ситуация туғызып кетпесеңіз, әрине қалған нәрсенің бәрі кешіріммен қарайды. Тфай осы уақытқа дейін ешқандай штраф ештеңе болған емес. Бірақ штраф келетін жағдайда қай жаққа келеді, ол жағы қалай?
иә, штраф келетін жағдайда сіз жаңағыдегі тұрып жатқан мекен жайда міндетті түрде көрсету керек. Басқа жерде бір бұл жақта бір орын ауыстырудың, мысалы кейбіреулер болады 2 ай сайын 3 ай сайын үй ауыстырып жүреді. Сол жағы өте қиын болып қалады да. Сіздің құжаттарыңыз бәрі бұл жақта почтамен келеді. Банковский картаңыздың банктан да құжаттары мысалы почта арқылы келеді. Сіздің көрсеткен ең алғашқы көрсеткен адрес бойынша келеді. Егер сіз ол жерден көшіп кетсеңіз, ана үйге бара береді. Бүкіл почта болсын, штраф болсын, әртүрлі сіздің атыңызға келген хаттардың барлығы сол үйге барады. Ол хат ол жерде басқа біреу тұрады, уже жоғалып кетеді деген сияқты. Сондықтан бір жерде тұрғылықты тұрған дұрыс, ең құрғанда 1 жыл деген сияқты. 1 жыл өткеннен кейін басқа адреске ауыстырып, жаңағыдай бүкіл құжаттарыңызды сөйтіп істеген дұрыс. Штраф келетін болса, сол адреске келеді. Сол адреске келеді, иә, сіз тұрып жатқан жердегі, көрсетілген жердегі адресіңізге келеді. Ол жақта ешқандай мынандай айда төлемесең көтеріліп кетеді деген сияқты ондай мүлдем жоқ. Иә, пеня деген. Жылдап болсын, иә, сол бір штрафты ғана төлейсіз болды. Жол жүру ережесі, машинаны қалай алу керек, права жайлы барлығын айттық. Осымен видеомыз тамам. Комментарий жазыңыздар, сұрақтарыңыз болса, барлық сұрақтарыңызға видеомен осындай қысқаша жауап беретін боламыз. Жақсы, сау болыңыздар.